Сәлем, қалайсыздар? Менің блогыма қош келдіңіздер. Бүгінгі блогымда ванночканы алдым, соны көрсетем. Сосын кухняда бір-екі өзгертетін жер бар, соларды өзгертем. Сосын сол семейный обстановканы көрсетем, анау сондайларды. Сондықтан қош келдіңіздер деймін. Ең бірінші лайктарыңызды басып қойыңыздар. Ары қарай тамашалай береміз. Мінеки заказ беріп, раскладной ванночканы алдырдым. Мен алдында алайын деп тұрып, алып жатырым деп ойлағам. Сөйтіп шығып кеттім, алмаппын оказывается. Сонымен заказ беруіме тура келді. Қазір ашып көрсетейін сіздерге. Жиналмалы ванночка. Өте ыңғайлы. Көп орын алмайды бұл. Жинап тастауға болады. Қазір бәрінің шыққан заманы болды ғой өзі. Осы ванночканың ішінде мынандай шариктер бар екен. Бәрі осыған кіреді. Мінеки мынандай 4 шаригі бар екен. Сосын мынандай басқа киетін, көзіне су тамбайтын дейтін еді бұны. Короче, осылай киіп алады. Мынау құлағына кете ма? Міне. Былай ғой деймін. Короче, көзіне шампунь бармас үшін киетін козерог. Сондай. Сосын мынандай несі. Үйректері бар екен. Осылар ванночканың өзіне кіреді. Енді бір қызығы да, бұл ваннаның ішінде мынандай көрініп тұр ма, мынау термосы, градусы көрініп тұрады екен. Судың жылылығы қанша градус. Мынасы суға салынып тұрады. Мына жерден температурасы көрініп тұрады екен. Маған қатты ұнағаны осы. Одан кейінгісі, мына тесікті көріп тұрсыздар ма? Суды осылай түбінен ағыз жүруге болады. Көтеріп әуре болмай-ақ. Сол енді ашып көрсетейін сіздерге. Мінеки астындағы мына екі аяғын. Мінеки. Екі аяғын осылай істейсіздер, мінеки. Болды уже. Ары қарай ванночканы ашамыз. Мінеки. Осылайынан баланы салып, жуындыра береміз. Опасный емес. Мен басында неден оққан кезде, отзывын оққан кезде, мына жері опасный деп жазыпты да. Бірақ ол жаңағы бағасы кішкене арзандаулары, мына резинасы жұқалар екен. Мынаның резинасы қатты болғандықтан бұл міне әрең істеп тұр ғой. Так что қорықпай алуға болады екен. Енді бұның тағы мынандайы бар екен. Қас көрсетейін. Мінеки. Бұнымен мынаның ішіне мынаған төсеп қоямыз, короче. Сосын баланы ішіне қорықпай жатқыза бересіз. Мінеки. Қас көрсетейінші. Типа көрпешесі ғой. Суыңызды құйдыңыз жақсылап. Мынау жүп-жұмсақ басына, несіне жүп-жұмсақ болып тұрады. Осының ішіне жатқызып қоясыз баланы. Бала сонымен суда жата береді. Өте ыңғайлы, прям маған қатты ұнады. 14 мың қалдық. Ішіндегі осы барлық несімен, ойыншығымен, матрасымен, термосы ұнады да, короче. Судың ыстық, суығын біліп тұрасың. Бұл енді екінші заказ берген нәрсем. Мына нәрсе ортопедический жастық. Біз Мұстафаның басы екі жаққа бұрып алып жатыр да, қайта. Мына арты домалақ болып баратыр, короче. Соған бола алдырдым осы жастықты. 1000 теңге ма сондай қалдық. Зато қатты да
Бұдан жұмсағы бар екен, жұмсағы керек емес, наоборот қатты болған жақсы, то басын былай бұра береді, біздікі уже күшпен бұрып алатыр ғой. Сол бүгінгі алдырған нәрсем, заказ беріп, осы екеуі өзіме қатты ұнады. Қой былжырап отыра бермей, енді мен тезірек кухнямды жинап тастайын. Тамақ жасау керек, бала шаға бар. Бұрынғыдай 4 баланың мамасы емес, енді уже 5 баланың мамасы. Мұстафа кәдімгідей қарауды талап етеді, ол. Қазір ол туралы тағы айтам. Кеттік, әдішіне. Короче, мына жердің бәрі шашылып жатыр. Кухнямыз Аружан жинап үлгермей кетті. Қазір мен өзім жинаймын осы жерді. Сосын бүгінгі задачам менің. Мынаны қараңыздар. Мынау бізде екінші тартпа. Мынау бізде бірінші тартпа, я қасық вилка тұрады. Екінші тартпаға өңкей жаңа кухонный заттар ғой. Мынаның асты да пайдаланбаймыз, почти пустой. Осыны қазір пайдаланатын жасаймыз деп ойлап тұрмын. Мына жаққа кружка салам, ана жаққа тарелкаларды салам. Енді біздікі сондай үлкен емес, кішкентай, но соның өзін пайдалануым керек. Қазір мынаның бәрін контейнерлерге салып, сіздермен бірге реттейміз. Сосын ыдыстарды жуып тастаймын мынаның бәрін. Мінекей мынандай үлкен контейнер әкелдім. Үлкен прям. Осының ішіне полный салам. Мына екеуі де кухонныйдікі ғой. Осының ішіне керегін салам, керек емесін тастаймын. Сөйтіп босатамын. Палау бастадым. Мінекей сап-сары болып, күшті болып пісейін деп жатыр. Еті кішкене бір жарты сағат қайнасын, сосын күрішін салам. Тартпаны өздеріңіз көргенде реттеп қойдым. Енді тез-тез ыдыстарды жинап тастауым керек. Сосын тамақ ішеміз. Не үшін мен ана екі тартпаны босаттым? Себебі көп үйлерде осы екі тартпаға вообще ештеңке салынбайды екен, оказывается. Пайдаланбайтын заттар салынады екен да, сосын ол ашылмайды екен, ашып жаппайды. Сол себепті мен де сол адамдардың қатарынан болғам. Енді бүгін сол қателігімді түзетіп, кружка мен тарелкаларды салып қойдым. Егер сіздерде де сондай болса, мен сияқты істеп алыңыздар. Өте ыңғайлы, себебі біздікі жоғары жақта ғой кружкалар бәрі. Фатиманың, Мұхамеджандардың бойлары жетпейді.
Аружанның. Сол себепті бәрін төмен түсірдім. Ал жоғары жақта көп пайдалана бермейтін ыдыстар тұрады. Ыдыс жинап тастайық. Все, ыдысымды толтырып салып болдым. Неке? Порошок саламыз. Порошокты осы жеріне саламыз ғой. Ал мына қалғандарының бәрін қолмен жуа саламыз. Болды уже. Мына екеуі ғана ғой. Үстін сүртіп тазалап алайын қазір. Все. Жинап болдым. Тап-таза болды кухням. Тамағым пісіп тұр. Енді біз тамақ жеп алайық. Өстіп жиналып тұрса қуанасың ғой. Магазиннен, құрма, кешью, миндаль, жаңғақ, сосын курага алдырдым. Мынандай пряникті көп қып алдырдым. Жақсы көрем чай ішкенге. Енді көп көшеге шыға алмаймын ғой, магазинге бара алмаймын. Помидор, огурцы, сүт шай ішіп жатырмын. Хлопья жейтін алар, анау мынау жейді, соған деп. Чай жөндеп қойдым енді. Бізде майонезбен салатты Мұхамеджан мен Фатима өліп жейді, ал анандай салатты Айша екеуміз жейміз в основном. Папасы жейді кейде. Мінекей қолдың маңызы, сөйтіп шай ішейік деп жатырмыз. Все, палауым да дайын. Фатима чай ішпеймін дейді, су ішіп, өзі партасында отырам дейді. Екеуі волейбол ойнап жатыр. Штативім енді сеткаға айналып кетті. Bir saatten кейін менде тренировка. Шармен ба? Штатив сетка. Мұхамеджан волейболист болайын деп жатыр енді. Ау, жаным. Это домик я сейчас нарисую. Короче, девочек всяких. Адамов нарисует. Көліктерің, вешалкаларың қандай әдемі еді. Ойба, красота ғой. Давай, жаным. Мұстафаның киімдерінің бәрі жуылып әкелінді. Енді үтіктеп, бұларды бүктеп қою керек. Мұстафаның аяғын көрсетіңізші, қолын көрсетіңізші деп жатсыздар ғой. Пока бір-екі ай көрсетпей тұрайын, кішкене ширасын балам. Бір-екі айдан кейін обязательно көрсетем, уайымдамаңыздар. Папамызды 1 миллион болғанда көрсетеміз деп, ондай интрига жасамаймыз Мұстафаға. Құдай бұйыртса көрсетеміз. Қазір пока ұйықтап, еміп, сондай болып жатыр. Өсіп жатыр ақырындап. Өссін балам, сосын көресіздер, уайымдамаңыздар. Мұстафаның түрі кімге ұқсайды деп жатқандар, Мұхамеджанның қарасы пока. Енді ол 40-нан шыққан кезде 40-ын алады деп айтады ғой. Сол кезде ағаруы мүмкін. Мұхамеджанда қап-қара болып туылған, кейіннен ағарып кетті ол да. Білмейміз енді. Бізде 4 бала ұқсайды ғой бір-біріне. Соның 5-шісі ғой, короче. 5-шісі, 5 баламен қазір сол үйдеміз. Бәрі жақсы. Мұхамеджан жазылып қалды, Құдайға шүкір әйтеуір, Фатима екеуі. Сол
Қараңыздаршы, дала қандай күшті болып тұр. Красота ғой, красота. Сол, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Өздеріңіз көргендей біраз жұмыс бітіріп тастадық бүгін. Әйтеуір баламен қарбаласып жүріп, арасында ол жылайды, оған барам. Үйдің жұмысы бар, әйтеуір. Сөйтіп уақытымыз өтіп жатыр. Көп рахмет. Сау болыңыздар.